Қарау және көру арасындағы айырмашылық өте терең. Кейбіреуіміз тек қана қарап қоя салсақ, кейбіреуіміз қарап тұрып көре аламыз. Қарау көздің бір әрекеті, ал көру болса сананың белсенділігі. Қарап тұрып әр көре алатын адамдардың өмірге деген көз қарасы басқаша болады. Себебі қарау көзбен ғана орындалып жатса, көру санамен, ақылмен, жүрекпен әрекеттесіп отырып орындалады. Осылардың барлығын бір уақытта қолданып, жан-жағымыздағы оқиғаларды ерекше көзқараспен көре аламыз. Жақсы қорытынды шығара аламыз. Ал жақсы қорытынды шығару деген сөз, түсініп жету деген сөз. Жақсы түсіну деген сөз, жақсы өмір сүру деген, жақсы сапалы адам болу деген сөз. Өте қызық бір дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Айналамызда өте оғаш нәрселер болып жатыр. Бірақ бұл оқиғаларға біз тек қана қарап қоя саламыз. Оларды көре алмаймыз. Іштерінде жатқан терең мағыналарды түсіне алмаймыз. Ақылмен ойлаған кезде тірі жандардың жансыз болмыстарға көмектесетінін ойлаймыз. Бірақ қызық жері, айналамызда куә болғанымыз болып жатқан оқиғаларда теріс бір жағдай болып жатыр. Жансыз болмыстар, ақылсыз болмыстар, санасыз болмыстар жанды, саналы тірі жандарға көмектесіп жатыр. Олардың қажеттіліктерін қанағаттандырып жатыр. Мысалға атмосфера деп өтіп кете саламыз. Атмосфера түрлі газдардан құралған, қатты тастардан да қатты газдардың мұхиты. Атмосфераның тағы бір функциясы жер бетіне келетін күннің жаман нұрларын жер бетіне жібермеуі. Міне осы оқиғаларды көре алуымыз керек. Жансыз нәрселер не үшін бізге көмектесіп жатыр? Атмосфераның күннен келетін зиянды нұрларды бізге жібермей ұстап қалуы үшін атмосфераның бізді тануы керек. Бізді танымаса, бізге қандай нұрлардың зиян екенін білмесе, бұны істей алмайды. Жансыз болған күннің өзі мыңдаған есе кіші болған жандыларға көмектесуін көріп, бұл істің артында не тұрғанын көруге тырысуымыз керек. Жер бетіндегі өсімдіктердің, жануарлардың, адамдардың суға ең қатты қажеттілігі болған кезде жаңбыр жауғанын көріп, жаңбыр жауып жатыр деп қоя салмауымыз керек. Бұны көруіміз керек. Сол жансыз нәрселердің жанды тіршілік иелеріне қалай көмектесіп жатқанын байқай алуымыз керек. Бұлттың санасы, ақылы жоқ қой, бізді тани алатын, біздің қажеттіліктерімізді біле алатын. Бізге мейірімді де бола алмайды. Мыңдаған километрлерден, мыңдаған тонна суды алып, біздің қажеттілігіміз үшін келеді. Демек бізді білетін, бізді көріп тұратын біреу бар. Ең қажет еткен кезімізде қажеттілігімізге қарай сол нәрсені жіберетін деп айтуымыз керек және көруіміз керек. Бізге ең керек болған оттегінің мұрнымыздың ұшына қойған мейірімді, жаратқан әрбір адамын бір-бірінен ерекше етіп жаратқан ілімді, қаншама галактиканы бір-біріне тидірмей айналдырып қойған құдірет иесін көре алуымыз керек. 6000 миллион куб ауырлығындағы жердің айналған кездегі даусын бізге естіртпеген, дүниені -273 градус ғарыш суығынан қорғап тұрған күшті байқауымыз керек. Соншама жаратылған нәрселерді тек қана табиғаттан деп қоя салмауымыз керек. Қаншама еңбекпен жиналатын, қаншама дертке шипа балды тек қана табиғаттан деп қоя салмауымыз керек. Бүкіл осылардың артында тұрған шексіз құдірет иесі, күш иесі, мейірімді болған Алланы көре алуымыз керек. Жаңбырды бұлттан, жеміс жидекті топырақтан, жердің тартылыс күшін физика заңынан, жылулықты күннен деп қоя салмайық. Бүкіл осылардың артында тұрған Алланы көре білейік. Себептер тек қана бір перде. Егер тек қана пердеге қарайтын болсақ, перденің артындағы негізгі себепті көре алмаймыз және айналамыздағы оқиғаларды қате түсінеміз. Күннің, жұлдыздардың, айдың әрекетін, жердің тартылыс заңын, мезгілдердің бір қағидамен жұмыс істеуін физика заңдарына бере салып қате бір қорытынды шығарамыз. Ол заңдар болмаса, бүкіл бұл нәрселер болмайтын сияқты бір пікірге барамыз. Сонымен бұл заңдар бүкіл бұл істерді істеп отырған күш емес. Бұл заңдар бір жүйенің бар болғанынан кейін зерттеліп барып пайда болған негіздер. Әр күні үйіңіздің алдынан 2-де, 4-те, 6-да өткен автобус вақыттарын бір дәптерге жаздыңыз және сол жазғандарыңыз болашақта болатын автобустардың жүретін уақыттарын белгілей алама? Автобустарды әрекет еттіре алама? Немесе менің дәптерге жазғаным автобустардың әрекет ету заңы деп айта аласыз ба? Әрине жоқ. Сіз бар болғаны бір жүйеге қарап отырып, бір қорытынды шығардыңыз. Шығарған сол қорытындыңыз бұл жүйенің жаратушысы деп айта алмайсыз.
Әрине солай, физика заңдары тек бар болған бір жүйенің әртүрлі заңдарын зерттеп берген түрі ғана. Физикалық әрекеттердің орындалуын қамтамасыз ететін заңдар емес. Бүкіл осылардың артында үлкен күш және құдірет иесі бір күш бар. Бүкіл осылардың артында тұрған сол құдіретті, мейірімді, күшті, яғни Алланы көре алуымыз керек. Егер көре алмай тек қарап қоя салсақ, негізгі өмір сүру мақсатымызды естен шығарамыз және өмір сүре алмаймыз. Көбіміз осыны түсінбейміз. Өте маңызды болған уақытымызды керек емес істерге жаратамыз. Тіпті кейбіреулер өзінің не істеу керек екенін ұмытып, қарсы шығып жатады. Міне сол үлкен қателікті жасамау үшін негізгі ісімізді естен шығармауымыз керек. Бізге біздің не үшін жаратылғанымызды, біздің есімізге түсіретін оқиғаларға тек қана қарап қоймай, оларды көре алуымыз керек. Әрбір оқиғада, әрбір болған нәрседе үлкен терең мағына бар. Соларды түсіне алуымыз, байқай алуымыз керек. Өнер иесін түсіндіреді деп айтамыз ғой. Ішінде болғанымыз осы үлкен ғалам Алланың өнері болғандықтан, көрген әр нәрсеміз бізге Алланы еске түсіреді. Тек қана қарап қоймай, көре алатын болсақ, бұл дүниеде жаңадан туылған боламыз. Өміріміз оңай бола түседі. Осы себепті қарауды емес, көруді үйренуіміз керек.